Қазіргі заманда таразылардың көбі электрондық болып табылады. Олар бірдеңені өлшеу үшін электр қуатын пайдаланады. Бірақ бұл бейнеде біз таразының басқа түрге қараймыз, ескі үлгідегі механикалық таразылар. Оларға еш батарея, еш микросхемалар қажет емес. Бұл бейнеде біз осы таразылардың екеуін бөлшектеп, олардың ішкі жағында қалай жұмыс істейтінін көреміз. Мынау үй асханаларында және базарларда жиі қолданылатын таразылардың үлгісі. Біріншіден оған қарайық. Оның қорабына неғұрлым көп салмақ салсаңыз, немесе неғұрлым қатты бассаңыз, қызыл көрсеткіш соғұрлым айналады. Салмақты алып тастасаңыз, қызыл көрсеткіш нөлге оралады. Бөлшектеп ішінде не бар екенін көрейік. Бұл таразының ең маңызды бөлігі оның серіппесі. Бұл мысалда екі серіппе бар. Олар бір жағына таразы жақтауына, ал төменгі жағында көрсеткіш жинағына жүк қорабын байланыстыратын тірекке бекітілген. Ортасында бізде тісті дөңгелек, яғни тегершік, және оған бекітілген көрсеткіш бар. Тірек алға артқа жылжыған сайын тегершік те айналады. Тірек болттармен бекітілген салмақ қорабын тасымалдайтын тақтайшаның бөлігі болып табылады. Осылайша салмақ таразыға қойылғанда, тірек салмаққа пропорционалды түрде жылжиды. Тірек орталық тегершікпен тістермен жанасқан. Сондықтан тірек қозғалғанда тегершік айналады және қызыл мендерді циферблатқа қарсы жылжытады. Циферблат серіппенің беріктігіне сәйкес келеді және заттың салмағын көрсетеді. Бұл тараздағы серіппе тіректің біркелкі қозғалысын жеңілдету үшін маңызды. Кейбір қарапайым таразыларға серіппе кірмейді, бірақ олар шағын салмақты өлшеумен шектелінген. Салмақты алып тастаған кезде серіппесі тіректі кері тартылып, көрсеткіш нөлге оралады. Кейде қызыл көрсеткіш түсе бастайды. Қорабыда ештеңе болмағанда тікелей нөлді көрсетпейді. Бұл таразыға себетті салғанда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда таразыны калибрлеу керек. Бұл үшін таразының денеде калибрлеу тұтқасы бар. Ол нөлге кері келтіру бұранда да ретінде белгілі. Калибрлеу тұтқасы тегершік пен тістер жинағы арқылы тірекке қосылған. Бұранда айналған кезде тіректі жоғарыға немесе төменге итереді. Бұл өз кезегінде көрсеткішті айналдырып, оны нөлді күйге келтіруге мүмкіндік береді. Енді сіз салмақты қайта өлшей аласыз. Негізі, серіппелі таразылардың жұмыс істейтін себебі Гук заңы деп аталатын физикалық заң. Бұл серіппеге тартылған күш және серіппе қаншалықты созылатынының арасындағы қатынас. Мысал үшін, мына серіппеге 1 килограмм затты қояйық. Ол 1 сантиметрге созылады. Мақұл, енді салмақты 2 есе арттырайық. Қазір ол 2 сантиметрге созылады. Әрбір артық килограмм үшін серіппе тағы 1 сантиметрге созылады. Егер оны графикке қойсаңыз, бұл түзу сызық жасайды. Яғни басқаша айтқанда, бұл сызықты қатынас. Яғни серіппенің созылуын болжауға болады. Енді біз серіппенің заттың салмағына анықтау үшін пайдалана аламыз. Серіппе қаншалықты созылғанын анықтай аламыз, сондан кейін ол бізге нысанның салмағын айтады. Физика сабағында Гук заңын оқығанда, мынандай теңдеуін көре аласыз. F kx-ке тең. Осында K серіппенің қаттылығы, ал X серіппенің қаншалықты созылғандығы немесе нысанның қаншалықты ауыр болуы керек. Бірақ Гук заңының да шегі бар. Егер сіз кішкентай серіппеге өте үлкен салмақ салсаңыз, сол серіппені кері қайтармайтындай етіп созатын шығарсыз. Сіз серпімділік шегіне жеттіңіз және Гук заңы енді жұмыс істемейді. Бұл серіппе енді таразы үшін пайдасыз. Сондықтан таразыларға артық салмақ қойып бұзуға болатынын есте сақтаңыз. Енді еден таразына қарайық. Алдыңғы қақпақ ашылсақ, ішкі жағы көріне аламыз. Мұндағы үлкен айырмашылық мынада. Қызыл мендер циферблат бойымен жылжитын орнына, бұл таразда қызыл мендер қозғалмай тұрғанда бүкіл циферблат өзі қозғалады. Цифр басқа тістегершікке бекітілгенген, оның бойымен қозғалатын тірек бар. Бұл әрине біз бұрын көрген базарлық таразысына өте ұқсас.
Тіректің ұшы оны шетіне қарай тартайтын кішкентай серіппеге бекітілген. Тіректің екінші жағында қызықты механизмдер орналасқан. Осында алға-артқа айнала алатын иін тірек бар. Ол тірекке бекітілген және есіңізде болсын, тірек үнемі серіппе тарапынан осылай тартылады. Оны тоқтататын тек нәрсе дәл астындағы басқа металды тақта. Бұл тақтайшаны біздің негізі серіппе ұстап тұрады. Бұл таразыларда тек бір өлшейтін серіппе бар. Серіппенің соңы металл тақтайшаға бекітілген. Тақтайша төменге түскенде серіппе созылады. Сонымен қатар тақтайша төменге түскенде иін тіреге айналуға мүмкіндік пайда болады. Таразыға салмақ қойғанда қысым таразының металл тақтайшаға 4 металл жолақ арқылы ауыстырады. Қақпақтың дәл астында 2 ұзын және 2 қысқа жолақтар бар. 4 жолақ таразы корпусын жиектеріне теріледі. Таразы қақпағының астындағы жағында 4 тіреуіш бар. Бұл тіректердің әр қайсысы таразыдағы 4 жолақты біріне сүйенеді. Таразыда адам басып тұрғанда салмағы 4 жолақ арқылы төменге қарай металл тақтайшаға ауыстырылады. Серіппені төменге қарай жылжытады және созылады, және иін тіреге айналып, тіректі жылжытады. Содан кейін ол кезегінде мен жері бекітілген тегершікті айналдырады. Таразының қай жерінде тұрсаңыз да салмағыңыз анықтау үшін Гук заңын қолданатын кішкентай серіппеге бөлінеді. Әрине, бұл таразы да бұзылуы мүмкін және оны да нөлге келтіру қажет болуы мүмкін. Калибрлеу дискі осы жерде. Бұл екі бөліктен тұрады. Төменгі жағы айнала алады, ал үстіңгі жағы оның ішінде қойылған. Төменгі жағын айналдырғанда үстіңгі жағы жоғары немесе төменге түседі. Бұл осы серіппенің бастапқы қалыпты жылжытады. Содан кейін көрсетілген механизмдер арқылы таразыда салмағы болмаған кезде циферблаттың орналасқан жері өзгертеді. Сіз таразылар мен олардың механизмдер жұмысы туралы жақсы кіріспе алдыңыз деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет.